Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын вафли жасаймыз. Мен сіздерге осы құпия рецептпен бөліскім келіп тұр. Ол үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Және де арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге 2 жұмыртқа мен қант керек болады. 2 жұмыртқа мен қантты ыдысымызға салып, жақсылап араластырамыз. Кейін оған ерітілген сары май қосып араластырамыз. Әрі қарай бөлме температурасында сүтті қосып араластырамыз. Енді кезек ұнымыздың үстіне қопсытқыш немесе сода қосып араластырамыз. Одан кейін жаңағы сұйықтығымыздың үстіне ұнымызды бөліп қосып жақсылап араластырамыз. Араластыру барысында ешқандай түйіршік болмауы тиіс. Мінекей қамырымыз дайын. Енді вафельницамызды алдын ала қыздырып аламыз. Қыздырып алғаннан кейін үстіне сұйық май жағамыз. Егер де жақпаған жағдайда қамырымыз жабысып қалады. Үстіне сұйық май жаққаннан кейін жаңағы дайындаған қамырымызды құйып шығамыз. Шамамен 5 минуттай піседі. Уақыты вафельницаға байланысты, және де бастысы қызарып әдемі болып шығу керек. Мінекей, менде өте әдемі вафли шықты. Мінекей оқырмандар, мен сіздерге осы вафлидің құпия рецептісімен бөлістім. Енді видео ұнаса, арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.